үйінде мен осы байқағаным, сосын біздің балабақшада да берілетін нәрсе, жалпы барлық үйінде ол меніме де бар. Осы жерде мойындап айта берейік та. Алма печеньесі ғой. Сол. Агуша жейді, иммунитеті слабый, бұлшық еті өте төмен, сүйектердің бәрі дұрыс қалыпты емес, тез ауырады. Өсімдік майынан бас тартқанымызға өте көп болды. Бір тілімнанға май жағыңыз, D3 витаминін беріңіз, болды, сол жеткілікті. Ақуыз деген ол мысалы жұмыртқа, ет деген сияқты бізге түсіндіріп жазасыңдар. Балаңыздың екі тісі или мүлде тісі болмаса да бала шайнай алады. Майды қолданамыз. Не үшін қолданамыз? Ол қай жерге пайда береді? Максимум нормасы 81. Содан түспесе, адамның ағзасында барлық процестер дұрыс жүреді. Біреулер кешке түннің 12-сінде отырып, наңамайды отырып, жеп отырасың деген ғой. Ол біздің қанымызда жоқ, ол бізде өспейтін нәрсенде, оны сырттан тықпалай бергенде болмайтын сияқты. Енді бәріне қол жетімді ғой, жұмыртқа. Просто жұмыртқаны суға қайнатып жесе де. Өсімдік майынан шыға алмай жүрген жандар, олар әлі, мен ойлаймын, олардан топленкамен кейдің әлі дәмін көрген жоқ. Дұрыс питанияны ұстайтын адамдар 10% қой негізінде. Баламызда неге қазір тісі қарайып жатыр? Не үшін балаларымыздың тісі әлсіз, сүйектері әлсіз дейді? Міндетті түрде прикормды, жаңағы міндетті емес, алдына алып кеп қойып, оның бәрін жегізу. Бір жасқа дейінгі еңбегім зая кетті демеңіз. Сол уақытты сіз жақсы өткіздіңіз ба? Ертең сіз логопед, дефектолог, маманды іздемейсіз. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бүгін біздің ана мен бала подкаст жобамызда өте ерекше тақырып, ауқымды тақырып, яғни баланың питаниясы бойынша болады. Бүгін бізде қонақта өте ерекше жандар: Маржан Саду, журналист, пиар маманы, және де екінші дәрігер маманымыз Нұргүл Дәндібайқызы, жалпы тәжірибелі дәрігер, және де қазіргі таңда балалардың дұрыс тамақтануы жөнінде айтып жүрген білікті маман десек болады. Доктор Анара брендімен танымал. Енді қош келдіңіздер, құрметті біздің YouTube көрермендер. Бүгін біздің тақырыбымыз ауқымды болатындықтан міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қарап, өздеріңізге керекті кеңестеріңізді алуды ұмытпаңыздар. Және де біздің YouTube каналды қолдап, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Ал бисмиллах деп бастайық. Қазіргі таңда өздеріңізге белгілі балалар да, үлкен адамдар да дұрыс тамақтанбайды. Сол тамақтанбаудың кесірінен өте көп дерттер ушығып жатыр. Оны барлығымыз біліп жүрміз, көріп жүрміз. Сондықтан да менің ең бірінші сіздерге қояр сұрағым, жалпы баланың дені сау болу үшін қандай тамақ жеу керек? Элементарно, мысалға үй жағдайында. Содан бастасақ, ал бисмилля, Маржан ханым, өзіңізден бастайық. Жалпы үй жағдайында денсаулық дұрыс болу үшін қандай тамақтан бас тарту керек, қандай тағамдарды көп тұтыну керек? Енді мен өзім ана ретінде ұстанарым, қазір дәрігер ретінде нақты былай болу керек дегенді Нұргүл ханым айта жатар. Ал енді менікі дұрыс емес екенін айтарсыз. Енді көзіміз ашық, ізденіп, жан-жақтан қарап, сол жаңа сау бала өсірсек деген ниетпен жүргендіктен, жалпы біз өзіміз отбасымызбен дұрыс тамақтануды ұстанамыз. Оның ішінде біз өсімдік майынан бас тартқанымызға өте көп болды. Біз осы ки май дейміз ғой, сосын топленка, жаңа күйдірілген май. Негізі бұл нәрселердің бәрі бізге таңсық емес жалпы. Өйткені бұрын біздің қазақ шынымен де күйдірілген май деп айтатын. Топленка, ки деген сөздер жоқ еді ғой бұрындар. Қазір кішкене бір басқа атаумен келіп жатқан сияқты ма деп қоямын. Сол бұрындар өйткені майды арнайы күйдіріп, дайындап, солай жасайтын еді. Сосын оны тоңдырып қоятын еді деген сияқты. Мен есімде анам солай тамақ жасайтыны. Енді біз сол маймен жасаймыз. Палауды да соған пісіреміз, бауырсақты да деген сияқты, жаңағы бөрек пісірсек де, не пісірсек де дегендей, тіпті сол таңертеңгілік жұмыртқадан бастаған сияқты да. Ол бірінші біздің ұстанарымыз. Екінші, жаңағыдай мүмкіндігінше глютенсіз өнімдер, ол жаңа мысалы ең көп жейтініміз, енді балалардың жақсы көретіндер, жаңа спагетти, макарон деген сияқты нәрселерді де сол глютенсіз пайдалануға тырысамыз. Өйткені бізде енді Аллаға шүкір Алматыда мүмкіндік өте көп, экомаркеттер бар бізде арнайы деген сияқты. Сол жерлерден табуға болады да, әрі халалын, әрі дұрысын деген сияқты. Сосын жаңағы жеміс жидектер мен көкөністер. Мен енді екінші жылым өте қатты жақсы көреді брокколиді. Кәдімгідей кішкентайынан негізі дұрыс балаға бере білсек, бала үйренеді. Бірақ мен байқадым, мен үлкен ұлыма да үйреткен едім.
сондай нәрселерді қайнатып беріп, асқабақ біз көп қайнатып жейміз, брокколи, сосын жаңағы цветная капуста деген сияқты нәрселерді. Кейіннен бірақ сәбіз теріп тастау дегенді шығарды да, балабақшаға барғаннан кейін. Өйткені бала көргенін жасайды. Ол жақта демек бір бала сөйтіп шығарып тастаған көрген соң менің де балама қызық болған сияқты да. Мен енді өзім сөйтіп ойладым. Сосын оған түсіндіре бастадым, оның болмайтын. Енді басқа жолына көштім. Сәбізді өте майдалап тұрып тастайтын деген сияқты. Әйтеуір оған жегізу үшін деген сияқты ғой енді. Ал енді кіші ұлым кәдімгідей шынымен соған үйренгендіктен дағдыланған, сол нәрселерді істейді. Енді соңғы кезде мен сүт өнімдерінен ешкі сүтін ғана пайдаланып жүрмін. Ешкінің сүті, соның снежогы, соның айраны деген сияқты. Сол осындай нәрселермен енді мүмкіндігінше. Енді таңғы астан бастаймыз ғой енді көп жағдайда. Сол енді қазір енді ақуыздың несін пайдасы дегендерді өзіңіз көбірек айтсаңыз, өйткені мен өзім бұрын түсінбейтін. Ақуыз жеу керек, көмірсу көп болмайды десе, жаңағыдай түсініксіз, өйткені ол дәрігердің тілінде да. Ал ақуыз деген не? Өмірді қиындатпай, өтініш, ақуыз деген ол мысалы жұмыртқа, ет деген сияқты бізге түсіндіріп жазасыңдаршы. Көмірсу не болмайды? Осындай деп терминмен сөйлемей. Осы тақырыптарды ауқымда және ашығынан айта салыңыздаршы деп өзім бір-екі дәрігерге айтқанбыз ғой. Өйткені сөйтіп жазып береді, белок керек дей береді. Мен айтамын, мен қайдан білемін үйде отырған ана. Ол нәрсе не екен? Әрине іздену керек, бірақ уақыт болмайды, басқа қылмайды. Енді біз оны өзі іздеп тапсын деп жүрген кезде ол біраз зиян нәрсе жеп үлгереді ғой, дұрыс па? Сол себепті ақыр енді елге қызмет етіп жүргеннен кейін ойлаймын барынша осы бір елдің тілінде айтсаңыздар екен деген сияқты да. Сол енді әрі қарай мен сөз сізге бергім келіп отыр. Сол дұрыс айтыңызшы, өйткені қазір мен бір-екі дұрыс емес айтып қалма деп қорқып. Доктор Анараға берейік сөз кезегін. доктор Анара, жалпы өзіңіз бастасаңыз. Жалпы өзіңіздің сөзіңізді жалғастырып кетейін. ГХИ майы дегеніңіз өте дұрыс нәрселер қолданып бастап жатсыз. Жалпы таңғы аста міндетті түрде май болу керек. ГХИ деген не ол деп сөздің расшифровкасында түсінбей жататындар бар. Топленый май не екенін. Жалпы ол нәрсе біздің генімізде бар, өте дұрыс. Таңғы аста міндетті түрде май болса, жаңағы белок деп айтып жатқаныңыз, кәдімгі ол қолдың жұмыртқасы, мейлі ол бөдене жұмыртқасы болсын, жақсы бір бөдененің еті десек те болады, қарапайым тілде. Сүйек сорпасы күнделікті таңғы асыңызда болсын, бір қайнатып қоясыздар. Сосын оны күнделікті таңғы аста асығып бара жатсаңыз да соны ішіп кетсеңіз, міне сол белоктың көзі жылытып. Оның да мысалы өзінің қайнататын, өзінің температурасы бар, уақыты бар, жылытып ішетінде температурасы бар деген сияқты. Міне осылар белоктың көздері. Таңғы ас міндетті түрде белоктан, майдан тұратын болса, біз тәтті іздемейміз. Қазір көмірсу іздейтін, яғни жеңіл көмірсуға тез тояды деп организм, баланыкі болсын, ересектікі болсын, біз всегда тәтті іздейміз да. Өйткені біздің көңілімізде тыныштық жоқ сияқты жаңағыдай. Қазір стресстік заман, кез келген адамда стресс бар бойында. Бір өзінде бір күйзеліс болсын, кез келген нәрсе болса, жаңағыдай неден іздеймін энергияны деп бірінші тәттіге көз түседі. Бірақ соны осознанно келген ана бір бөлек болады. Барлығы зиян ғой. Докторлар тыңдай берсек, жаңағыдай өмірден түңіліп кетеміз деп ойлайды. Оған келуге әр ананың өзінің тарихы болады негізі. Бірақ осознанно келген ана барлығын түсініп келсе, ол басқаша жасайды. Сіздегідей жаңағыдай брокколи жейді деп жатсыз, результатында көрген соң, уже ол одан әрі қызыға бастайды. Тіпті менің аналарымның ішінде өзім үшін оқып алсам, балаларым үшін оқып алсам бола ма деген сияқты. Сондықтан да таңғы ас нақты белоктан және де майдан тұрғаны өте дұрыс. Белок май болатын болса, күрделі көмірсу. Не ол күрделі көмірсу? Ол печенье емес. Ол деп отырғанымыз, мысалы, күріш, ақ күріштің өзі де кішкене күрделі көмірсуға жатпайды негізі. Оның орнына булгур, немесе жаңағы гречка, қарақұмық қазақша айтқанымызда, нут деп айтамыз, кәдімгі қолжетімді нәрселер. Қазір бәріміз оны бұрында қолданатынбыз, қазір көбі қолданбайды, үйде тамақ жасауға ерінеді деген сияқты. Осылар мысалы рационымызда болса, ең қарапайым нәрсе, мен күнде аналарға айтып отырамын, таңғы аста садиктің кашасын жемесін, сіздің қолыңыздан бірінші берілген тамақ жесін деймін. Көп ана, ой, ол мүмкін емес дейді. Сіз балам үшін деп бір сағат ерте тұрсаңыз, сіз бәріне үлгересіз. Бір сағат ерте тұрып, бір нанға, бір тілім нанға май жағыңыз, D3 витаминін беріңіз, болды, сол жеткілікті. Ары қарай дәрігердің кашасын жей береді. Сосын барып кашасын жей берсін, өйткені ол таңғы аста бірінші маймен кездесті ғой. Май жесін деймін да, май, белок түскеннен кейінгі ішкен каша оған как не сияқты, қосымша сияқты да. Бірінші ол мысалы сағат 9-да басталады, барлығын балалар, аналар барлығы таңертең жұмысқа баратындар бар, ерте барып тастап кетеді да, ол ұйқыдан оянғаннан кейін бала жалпы
ересек адам болсын, бала болсын, жарты сағат 45 минуттан кейін міндетті түрде асқазанға тамақ түсу керек. Мен ояндым. Иә. Асқазан дайындалып жатыр. Қазір маған бір тамағын береді деп кәдімгідей ферменттер күтіп отыр. Сөйтеміз да біз ұзартып, таңғы астың артын ұзартамыз да, кортизол гормондарымыз бөлінеді, гормондар уже бізде тамақ түспей жатыр деген сияқты қорқыныш пайда болды. Сөйтеді да өт қоюланып кетті, өт толып қалды. Неден болады? Ол таңғы асты ұзартудан, таңғы ас пен түскі уақытты дәл өзінің режимінде, өз уақытында ішпегендіктен, бір ішіп алады да тыңқиып, ұзақ уақыт аш жүреді. Мысалы, сондай адамдар көп. Сол үшін де жаңағыдай таңғы ас тәңірден деп бекерден бекер айтылмаған. Таңғы ас тастама дейді. Сондықтан да таңғы ас міндетті түрде жаңа белокты тағамнан, сосын май түрленіп отырса, мысалы, бір майға ғана сүйеніп емес, сіз айтып отқандай жаңа топленый май бір күні, таңғы аста гхи май өте керемет. Жаңағыдай нанға жағып жесеңіздер, тура апамыздың жасайтын май сияқты. Бір күні жаңағыдай авокадо майы болсын, қол жетімді майлар өте көп. Іздеген адамға негізі. Кәдімгі сары май бола береді ма? Кәдімгі сары май. Қолдың сары майы. Осы жерде айта кететін нәрсе, жаңағыдай 82,5%-ді президент майы, бөрте майы алуға болады. Адал деген сияқты айтып өтейін, онда қандай деп айтады. Бірақ қазіргі кезде маркетингті де қолданатын болыпты. Құрамы таза, халал деп жазады, бірақ составын оқымасаңыздар пальма майы болады. Сондықтан да жаңағы құрамын оқыған кезде жаңағыдай қаймақтан алынған, ешқандай қоспа болмау керек. Состав оққан кезде неғұрлым состав аз болса, сол более натуральныйға жақын деген сөз. Составында жоқ, мысалы, кәдімгі аштықының түрі бар, таза қаймақ алынбаған, жаңағы сүттен жасалынған деген сөз, уже таза май деген сөз. Одан кейін мүмкіндіктер болып жатса, жаңағыдай қолдың сары майы ең жақсысы сол ғой. Енді осы жерде доктор Анара былай ашып кетейікші, оқырмандар түсінбей қалмасын. Жаңағы Маржан ханым айтқандай, белок деген не жалпы? Көмірсу деген не? Біз осымен алысып келе жатырмыз ғой. Шынымен де Маржан ханым айтқан жөні бар. Шынымен де білмейді оны. Нақты, мысалы май деп жатсыз. Майды қолданамыз. Не үшін қолданамыз? Ол қай жерге пайда береді деген сияқты ғой. Сол туралы ашық айтып кетіңізші оқырмандарға. Жалпы майға келетін болсақ, мысалы, сіз біздің неше түрлі қолданатын майымыз не үшін керек? Бетім құрғап кетті, терімде құрғақтық дейді. Организмге май түсіп отпаса да, біздің ағзаға сіңу керек витаминдер, ағзамызға сіңу керек процесстер болады ғой. Соған майдың тікелей қатысы бар. Май не істейді? Бірінші кезекте ол біздің гормондарымызды оятушы. Біздегі прогенерон деген гормонымыз бар. Барлық гормондардың жоласушысы. Сол гормон бөлінген кезде біздің жыныс гормондарымыз оянады. Одан кейін жаңағы қалқанша безіміздің гормоны, ағзадағы барлық гормондар майға байланған. Майды сезген кезде олар кәдімгідей біздің ағзамызға дұрыс өндіріледі. Ол май деп отырғанымыз кәдімгі май қышқылы ғой негізі. Оның ұсақ молекулаларға, мысалы ағзаға енгеннен кейін, ол ұсақ молекулаға ыдырап, қажетті жерімізге жетіп отырады. Рационда май, мысалы, әр күннің өзінің генетикасына байланысты қажетті. Мысалы, кейбір адамға май көбірек керек болады, кейбір адамға азырақ деген сияқты. Ол май көп түсетін болса, оған мысалы семіздік, холестериннің жоғарылауы, барлық осы дұрыс май мен дұрыс емес май, қарапайым тілде айтқанда, ол мысалы холестериннің ішінде де липопротеиды высокой плотности, низкой плотности деп мысалы анализ тапсырамыз. Холестеринді, жаңағы жаман холестеринді жоғарылататында сапасыз майлар. Ол біздің жаңағы семшкі майымыз деген сияқты. Ал Маржан ханым айтқандай жаңағыдай гхи май, топленый май, сапалы май, ең бастысы құйрық майын жейтін болсақ, ол бізде дұрыс май. Өзіміздің қазақтың кәдімгі ата-бабамыздан келе жатқан жануар майы. Мысалы, әрбір тамағыңызды қаздың майы немесе жаңағы жылқы майына жасасаңыз, ол да пайдалы. Ол біздің біріншіден гормон жүйемізге пайдасы бар. Гормонға, сұлулығымызға, терімізге деп айтсақ болады, шаштың өсуі, тырнақтың. Енді белок негізі ағзаның қаңқасы деп айтсақ болады. Белок біздің тасымалдаушымыз, белок ол біздің транспорт көзі. Былайша айтқанда, мен осы жерге келіп отыруым, ол көліктің арқасы, дәл сол сияқты. Мысалы, бір витамин бір жеріне жету үшін бізге белок керек. Қарапайым железа, аналар железа ішіп жатырмыз, сіңбейді, железа ішіп жатырмыз, сіңбейді. Бірақ белокпен бірге қабылдамағандықтан ол сіңбейді. Транспорттың көзі ол бізде трансферин. Трансферин деген қарапайым белок. Сондықтан да белок ол үйдің кәдімгі қабырғасы болғандықтан, әрбір гормон соған байланысты, әрбір мысалы бұлшық ет
жұмыс жасау үшін де, гормондар сіңу үшін де, витамин сіңу үшін де бізге белок керек. Мысалы, гормондарымыз ДНК деп айтамыз, иә. Ол тұқым қуалайды дейміз. Тұқым қалай қуалайды? Ол өйткені организмде белоктың жеткілікті болуынан, иә, дұрыс белок бар ма, дұрыс емес, сапалы емес па деген сияқты. Белогымыз неғұрлым құнарлы, жоғары болса, общий белок деп айтамыз. Қан тапсырған кезде общий белок барлық адамда ересек болсын, бала болсын 70-75, максимум нормасы 81. Содан түспесе, адамның ағзасында барлық процестер дұрыс жүреді. Одан кейін көмірсу. Көмірсу ол біздегі жаңағы тәтті нәрселерден пайда болады деп айтсақ болады. Көмірсу деп айтамыз. Жаңағыдай ол да күрделі зат, ұсақталып бізге тәтті энергия береді. Ол бірінші қай жерге? Біздің миымызға қажет. Яғни ойлануымыз, бір нәрсені мимен жұмыс жасайтын адамдарға көбірек көмірсу керек деген сияқты. Көмірсу мидың жұмысын жақсартады. Екіншіден энергия көзі. Егер де сапалы түрін қолдансақ, біздегі жаңағы гликемиялық индекс деп айтаймыз, бізде сол максимальный түрде ұсталып тұрады. Энергия өзімізде ұсталып тұрады. Ал егер сапасыз, арзан, тез ыдырап кететін шоколад алып жейтін болсақ, біздің гликемиялық индексіміз бірден көтеріліп, энергиямыз күшті 100-ге барады да, сәлден кейін бірден 0-ге түсуі мүмкін. Ал егер күрделі көмірсу деп айтқаным, жаңағы егер қарақұмық, пайдалы, сондай күрделісін жейтін болсақ, бізде гликемиялық индекс 100-де тұрады, жай 95-90 аздап барып, біздің қажетті энергиямыздың шаршағанымызы жеткілікті болып тұрады. И одан кейін пайдалы тамақ ішкен адам, мен 100% айта аламын, таңғасында белок, май, күрделі көмірсу болған адам тәттіні іздемейді. 3 сағат тойымды болып жүреді. 3 сағат. Сонда неге балам тыпырсыз, неге аузына перекустар көп жасайды, неге печенье жей береді, неге сұрай береді дейді. Дүкеннен анша-мұнша алып жей береді деген сияқты ғой. Неге ала береді? Өйткені бала тоймай жатыр. Қажетті нәрсесін организм, барлық организм сезеді өзіне не керектігін. Сезгендіктен де жаңағыдай кесек жейтін балалар болады, өздері біліп, жаңа аяқ киімнің астын тілмен жалап деген сияқты, дуалды ойып деген сияқты. Ол уже сигнал беріп жатыр. Организм сигнал беріп жатыр да. Сол бір нәрсенің жетіспеушілігі ғой. Жетіспеушілігі болып жатыр. Сол жетіспеушілікті ол көп адам кальций деп ойлайды. Жоқ. Бірінші анализ тапсырыңыз. Не жетіспеушілік? Қандай анализдер тапсыру керек, айта кетсеңіз? Ең бізде информация беретін анализ, ол бізде общий анализ крови лейкоцитарлы формуламен. Лейкоцитарны деп міндетті түрде сұраңыздар деп айтам. Бұл бізде поликлиникаларда көбіне жаңағыдай шестикратный деп 6 ғана түрін, сойы, гемоглобин, гематокрит ғана көрсетіп қысқа түсіндірсе, сіздер мысалы инвиба, алимп деген сияқты жерлерге барсаңыздар, ары кетсе 2000 теңге тұрады. Ол жерде лейкоцитарный формуланы көрсетеді. Ол сізде эозинофил, нейтрофил, моноцит, оның барлығы сіздің қаныңыздағы бүкіл өзгерістерді көрсетіп береді. Қарапайым эозинофил ағзаңызда паразит бар, жоқ, соны анықтай аламыз. Лейкоциттер ағзада воспаление бар, жоқ, соны анықтаймыз. Аллергия бар, жоғын анықтаймыз. И гематокритке де қарап, мысалы, қаншалықты су ішесіз, организм қаншалықты су жеткілікті, барлығын айтып береді. Енді осы тұрғыда мен сізге айтқым келіп тұр, жаңағы именно май. Көп аналар, енді білесіз ғой, қазір бізде медицина классикалық еммен және де бізде превентивті, интегративті еммен бөлініп жатыр. Енді бұл жерде бізде бұрында классикалық емде көп айтатын, жаңағы аяғы ауыр келіншектер болса да холестерин көтеріледі, бол сендер отырасыңдар, нан мен майды жағып жеп отыра бересіңдер деп. Енді осы уақытта жаңағы майды жеу маңызды, иә, мысалы үлкен адам болсын, немесе кішкентай бала болсын, денесі құрғамау үшін, иә, полный баланың бүкіл организм оянып дұрыс болу үшін бізге май өте маңызды. Енді бұны тек қана таңертең жеу керек қой, иә? Негізі сол туралы айтсаңыз. Біреулер кешке түннің 12-сінде отырып нанға майды отырып жеп отырасың деген ғой. Сол ол май жаңағы біздегі күнделікті жаңағы превентивті медицина деп айттыңыз ғой. Бізде сол жаңағы дәстүрлі медицинаны бізде оқыдық, мысалы 7 жыл оқып аяқтадық. Бірақ қазіргі жаңадан шығып жатқан өмірдің бағыты ғой. Бұл нәрседе көп нәрсеге көзіміз жетіп, оқып, зерттеп, ізденіп, осындай екен ғой деп. Біздің ата-бабамыз білген таңғы асқа олар кәдімгідей қаймақты сүт,
дастарханда қаймақ тұрған, қойдың жаңағы құйрық майы тұрған деген сияқты, таңғы асты, сүрленгені тұрған сүрленгені әртүрлісін иә. қойып қоятын. Неше түрлі болған, таңғы астарын жақсылап ішкен деген сияқты. Таңғы астағы майдың маңызы бұл біздегі ең ағзаға керекті. Күнде біз нан жеген сияқты D3 витамині күнде дәл солай керек. D3 витаминінің сіңімді болу үшін май өте маңызды. өйткені D3 бізде майда еритін витамин. Майда еритін витаминге барынша май қажет. Не үшін қазір жаңағы жүкті болатын аналарда, кейбір аналардың көбінде анализіне қарасақ, А витамині мен Е витаминінің тапшылығы, дефициті. Ол неден? Жаңағы майды дұрыс жемеуден шағым сұрап келген кезде айтады, мен мүлде май жей алмаймын, май жеген соң лоқсимын, жүрегім айниды. Уже міне өтте проблема бар уже. Сол жағынан өтінің жаңағы ағысын дұрыстап, өтте застой ма, өті толып бара бастап жатыр ма, соны дұрыстап болғаннан кейін бар, бұл адам май жеуді өзіне қалыптастырады. Сіз айтып отқандай жаңағыдай күнде таңғы аста не жеп, күнде ата анасы не жейді баланың, балалар соны қайталайды. Иә. Әдет қой негізі, әдет. Иә. Әдетті дұрыстау керек. Сондықтан да майдың маңызы өте көп. Ол витаминдер сіңіру үшін, ағзамыздағы процестерін жүру Иә, үшін. кешке жақын жеу емес, маңызды таңғы асқа міндетті түрде бір тілім нанмен, бір кішкентай, бір чайнел үлкен қасықпен кіші нан мен майды жағып жесеңіздер болады. Енді жаңа белок туралы айтып кеттік. Белоктың нақты формуласын менде қоса кетейін сіздің сөзіңізге. Белок жалпы біздің ол тірек қимыл қозғалысымыздың көзі. Біз қазір белоктың болғандықтан, қазір біз осы жерде емін еркін былайша айтқанда отырмыз ғой. Жалпы адамның қаңқасының сыртында белок, яғни еттер, біздің эпидермис қабаты, біздің мынау жоғары қабатымыз, соның ең мықты, былай түсінікті қылып айтайын, жақсы болуы ол белоктың болуы, ақуыздар. Ақуыздар нелерде болады? В основном, жұмыртқада, міндетті түрде таңертең мысалға, енді бәріне қол жетімді ғой, жұмыртқа. Просто жұмыртқаны суға қайнатып жесе де. Жалпы белокты айттық, көмірсулар осы тұрғыда мынандай ситуациялар болады. Тәтті көп жейді. Барлық адам тәтті. Бір 90 негізі дұрыс питанияны ұстайтын адамдар 10% қой негізінде. Маржан ханым, сіз машалла сол нәрсені ұстап жүргеніңізді мен байқаймын, сізді үнемі сондай, үнемі сол дұрыс тамақтануды қолдап және оны жасап жүресіз. Енді осындай адамдар 10% десек, қалған 90% адамдар көп жағдайда ол нәрсені білет, білгенмен де ол нәрсені жасамайды. Енді жасау үшін, мысалға, сізге не түрткі болды? Сол нәрсені жасау үшін, дұрыс тамақтануды жасау үшін сізге не түрткі болды? Бана айтасыз ғой, баламды дұрыс тамақтануға үйреттім, брокколиді үйреттім деген сияқты. Соны қай уақыттан бастап беріп бастадыңыз? Жалпы мен үшін бұл дегенде енді Құдай сақтасын, бір нәрсенің бір салдарынан келген жоқпын. Бұл бір сол көз ашылғаннан, дамуды, білім алуды, сосын таныс ортаның әсерінен болды. Өйткені менің жанымда мен танитын интегративті, превентивті, анти-эйдж дәрігерлер өте көп. Мен сол кісілермен жақсы араласа келе, ол кісілерден осылай естимін ғой, жаңа сіздер айтқан сияқты. Соны естиміз. Сосын мен өзім жалпы өзім білмеген нәрседен қорықпаймын. Өзім білмеген нәрсе дегенде андай бір білімсіз көрсетуден қорықпаймын. Өзім мен керісінше сұрай беремін жаңағыдай. Ағыз не екенін айтып берші, мен не жейін? Маған осыны жазып берші деген сияқты. Осылай дәрігер достарымды мазалай беретінмін. Тіпті біз бірге мейрамханаға барғанда таңғы ас ішуге кездескен кезде мен айтам, маған таңдаш жіберші. Мен біліп жүрейін бұдан кейін, мен не жеуім керек деген сияқты. Өйткені кейде бір авокадо жеу керек, бір нәрсе дейді, бірақ андай да нәрсе бар ғой, біздің жергілікті дегенде нәрселер бар. Ол біздің қанымызда жоқ, ол бізде өспейтін нәрсенде, оны сырттан тықпалай бергенде болмайтын сияқты. Мысалы, енді мен барлығымен 100% келсем деп айта алмаймын. Десе де жаңағыдай, бірақ енді қол жетімді және үйде бар, немесе біз тез ала алатындай, тез табылатындай деген сияқты. Осы сәттерде ғой. Онысымен бірақ осы мынау май жеу мен жұмыртқа қайнатып жеу деген нәрсе біздің үйде ата-анамнан келе жатқан нәрсе ол. Мен жаңа айтқандай ғой. Шынымен де бала біз не мамам маған не берді, мен соны жедім ғой былай айтқанда. Сонда ата-анамыз не берді? Үйден қолдың майы үзілмейтін. Қолдың майы сосын жаңағыдай сол жұмыртқа. Бізде енді ет болмаған замандар болды да, енді біздің заманымызда бір кішкене не көрдік қой, енді бір қиыншылықтар, тәуелсіздік алдық, одан теңге ауысып кетті, айлық бермейді, жаңағыдай очередьке нанға тұрады деген кездер болған кезде, мен есімде біз кәдімгі тамақты істеген кезде анам жұмыртқаны қайнатып, соны турап қоятын бетіне. Сол кезде бізге айтатын, бұл еттің орнына деп айтатын. Өйткені жұмыртқа 400 грамм етті құрайды деген сияқты бір
бір осындай жауап болатын, рас па, негізі дұрыс па ол? Дұрыс. Иә, сонда біз жұмыртқа жеп өскенбіз, өйткені үйде тауық бар. Жұмыртқа бізге қолжетімді. Енді ал ет қолжетімсіз болып тұр ғой енді былай айтқанда. Міне осылай жеп өскендіктен де болар, ол бір қатты не істеген жоқ. Бірақ кейіннен енді бөденен жұмыртқасы дегенді түсіне бастадық. Сосын оның бір свежийін жеуге тырыса бастадық. Қазір де мысалға қол жұмыртқасын іздеп аламыз көбіне, енді мынау дүкендерден гөрі деген сияқты. Осылай келдім. Онысы мен тұрмысқа кеш шықтым 32 жасымда. Сосын ақылмен енді қазіргі саналы түрде болғандықтан негізі адам барлығын бір дұрыс жасауға талпынады екен. Амбиция жоқ бізде қазір. Бәр нәрсеге миың басың жетіп тұрғаннан кейін қателесу деген өзі бір дұрыс емес та. Енді кеп бір балаңа дұрыс тамақ бермей отырсаң, ол да үлкен бір қате сияқты. Сол себепті де мен өзімді дұрыс тамақтануға үйрете бастадым. Сосын естественно жолдасым, отбасым соған көштік дегендей. Мысалы қазір сол алып жатқан өзімнің алған майымды мен ата-енеме де соны ұсынамын деген сияқты. Сосын ол кісілер де ақырындап мысалы шемішке маймен қоштасты деген сияқты. Сосын мен өзім балаларыма да бере бастадым. Өзім балаларыма беріп қоймай, оны олардың баратын балабақшасына ұсына бастадым. Осы майды алсаңыздар екен. Осы маймен істесеңіздер. Өйткені мен баламды үйде ол дұрыс маймен бергенмен ол күні бойы 3 мезгіл ол балабақшадан тамақ жеді да. Сөйтіп ол балабақшада осыған отыра бастады, дұрыс майға деген сияқты да. Міне осылай адамдар бір-біріне енді себепкер ғой деп ойлаймын. Әйтеуір басқасы болмаса да енді глютенді былай жеп жатыр, ол мучнойдан бізде енді оны печеньеден біз, өйткені ол садикте ол беріледі, ол бәрібір перекустың бәрі печеньемен тұрады ғой негізі бізде. Енді мен үйде бірақ сол осы жақында соны естідім, то что просто так негізі дастархан бетінде печенье тұрмау керек дегенді. Сөйтіп соны азайтып бастадық. Өйткені рас просто тұрса бала жаңағыдай әрбір ас үйге кіріп шыққан сайын жүгіріп келіп соны жей береді екен. Ерігіп. И одан кейін түнде ұйықтайтын кезде басталады мен балаларымға. Мама су, мама печенье. Ол ұйықтамаудың амалы деп ойлаймын мен оны. Ұйықтамаудың амалы, мені тұрғызу. Әйтеуір бір нәрсе ас үйге жетіп алса, біледі ол печенье деп барып, басқа нәрсе жеп қайтатынын да біледі да. Сол себепті қазір печенье жоқ дегенді шығарып, жеп жоқ деп енді алдай алмайсың, ол бәрібір қайда тұрған тауып алады бала болғаннан кейін. Содан тіпті алмау дегенді шығарып жатырмын да. Сол сөйтсек, соған да үйренеді екен ғой бала. Мен басында аяйтынмын, жылайды деген сияқты. Бір-екі күн енді іздеді, жылады, бірақ кейін үйренеді екен. Сонда осылай келдік. Енді бұл сол заман ағымы, осы бір жан-жақты ізденгендіктен ғой. Сосын бұрын ойлайтын ғой, сосын көп адамнан да сөйтіп еститін. Ой, ПП-ны ұстау, ол қымбат деген. Сондай ұғым бар да бізде. Ол қымбат, ол деген ты чё деген сияқты. Қазір мысалы, енді мысалы 0,5 гхиң өзі оңай ақша тұрмайды. Мысалы 4000 теңгенің көлемінде ғой енді. Бірақ біз қазір оны гхиді жаңа сармайдың орнына жейміз, нанға жағып таңертең. Оның мысалы шоколадный да түрі бар. Сахарсыз, ешқандай бір зиянсыз деген сияқты. Балаларға арналған, мысалы енді нутелла бергеннен гөрі мынау қайда пайдалырақ деген сияқты. Ал жаңа топленка арзанырақ және оған біз тамақ істейміз. Тамақ жасағанға жақсы. Шынымен ешқандай иісі де шықпайды, ешқандай несі де шықпайды, аямай қоса бересің. Мен басын жұмыртқа қуырып бастадым, одан кейін жай не бастап, сосын бауырсақ пісіріп көрдім деген сияқты. Одан кейін көп адам андайдан қиналады ғой. Бауырсақ пісіріп болған кейін май төккісі келмейді. Обязательно. Қалай ол екінші рет бір пісіріп алайын деген сияқты, қимай тұрады деген сияқты. Бірақ нақты адам өзі мен дұрыс тамақтануға келемін, мен денсаулығым маңызды деген нәрсені бірінші орынға қойса, ана маймен қоштасады кесін. Өйткені бұрын мен есімде, ауылда шынымен де жағдай жоқ кез болды. Мысалы мен өскен орта мақтаның ортасы. Біз мақтаның майына бауырсақ пісіреміз. Машалла, ол өте иә, оны тұштырады алдын ала, кәдімгідей оны дайындайды. Бір қазанда болған сондай. Керемет. Мақтаның майын кәдімгідей бір қазан қып далаға ошаққа жасап тұштырып алады деген болатын. Жаңағыда бір пиязды алады да күйдіреді оны пиязды да күйдіреді. Иә, қайнатып сөйтіп тастайды да артынан бауырсақ пісіріп алатынбыз. Болды, содан кейін соған постоянно тамақ істейді күнде деген сияқты. Енді қазір мына жақта онда бір мақта майы бірдеңе деген жоқ қой қазір, мен білмеймін. Жоқ, қазір шығып жатыр. Шығып жатыр ма? Енді мен өзім ол мақтаның арасынан өсіп шықсам да Алматыға кеткеніме 20 жылдан асып кетті. Содан кішкене не істеп қалды. Енді қазір әйтеуір дұрыс майларды пайдалануға мүмкіндігінше тырысып жатырмыз. Енді содан адам негізі үйренеді екен. Айтайын дегенім ше, жалпы отбасымызбен үйрене бастадық қой осы нәрсеге. Жалпы әрбір отбасында ана осыған келсе, ол күйеу біздің енді отағамыз, біз не береміз соны жейді ғой. Ол неге сен тамағыңды анаған істемедің деп айтпайды негізі. Қандай бір күйеу айтады, оған дәм тамақ болса, ол жұмыстан шаршап келгенде оның асы дайын тұрса, балалармен бақытып улап шулап ішсе, менің ойымша оған сол маңызды. Ол менің қандай майға істегенім емес та. Ал бірақ айтып, түсіндіріп, енді өйткені ақшасын кейде содан аламыз ғой сол кісіден. Енді сол үшін ол қымбаттап бара жатса, оны бір құндылығын түсіндіріп қойсақ, ол адамға да түсіндіре аламыз деп ойлаймын да, имеется в виду. Осы жерде
кете береді да емес аха, дұрыс айтасыз, өте керемет. Осы жерде бір мақал айтқым келеді. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген қазақ ата бабамыздың мақалын айтқым келеді. Міне Маржан ханым өте керемет айтып жатсыз. Жаңа ауылдағы баяғы шынымен де мақсардың майы. Мен соны шынымен де ауылға барған кезде кей кездері өзім тексеріп көремін да. Ана май прям қою болып тұрады ғой. Ана кәдімгідей қою болып тұрады. Өте керемет. Сондықтан да сіздер ауылдық жерде тұрсаңыздар да, қалада тұрсаңыздар, қазір барлығы қол жетімді. Мысалы, сіз өзіңіз ПП-ға өткеннен кейін екеуінің разницасын салыстырып көрдіңіз ба, жалпы? Иә. Осы нәрсені айта кетейінші. Қалай дұрыс тамақтануға көшкеннен кейін негізі майдың дәмін ажыратуды үйрендім. Мысалы қараңыздар, бұған дейін де жаңа айттым ғой, мақта майымен өстік. Әрі қарай біз тек өсімдік майымен, шемішке майы, күнбағыс майы дейміз ғой енді. Соның өзі норма болатын еді. Ал қазір мен мейрамханаға барғанда мен мысалы палау алып жей алмайтын болдым. Өйткені ана майдың дәмі сезіледі. Егер де сіз отбасыңызбен жалпы толыққанды көшіп топленкаға тамақ жасап жүрсеңіз, енді бір жасап жүргеніңізге бір апта болса деп айтайыншы, сіз ажырата аласыз. Бірден сезесіз ол. Бірден сезесіз. Мысалға сосын біз жақсы көретін бір қазір енді қуырылған баялды салаты бар деген сияқты, баклажан. Ол да білінеді. Мысалға оны жегің келеді, бірақ арзанырақ жерге барсаң, олдың шемішке майға қуырылған білініп тұрады да, күнбағыс. Мысалы, жей алмайсыз. Ол уже мүмкін емес, өйткені май білініп тұрады дәмі. Адам мынандай ғой, біз әрдайым бір нәрсені жей берсек, соған адам дағдыланып қалады да, ол нормаға айналып кетеді. Дәл солай өмірлік әдеттеріміз, дәл солай біздің киінуіміз деген сияқты ғой. Ал енді мынаның дәмін көріп, екінші нәрсенің дәмін көргенде ғана бізде салыстыру басталады. Осы жерде салыстырмалы түрде шынымен де ол қатты байқалады. Оны просто мынау әлі сол өсімдік майынан шыға алмай жүрген жандар, олар әлі, мен ойлаймын, олардан топленкамен гахидің әлі дәмін көрген жоқ. Оған тамақ пісіріп көрген жоқ. Сосын ойлайды көбісі гахидің иісі бар деп. Осы сөзді де көп еститін шығарсыз, сіз енді дәрігер болғыңыз көп айтатын шығар. Іше алмаймыз, нанға жағып жегенде де ол бір қатты бір майлы сияқты деп. Негізі сол гахид ең бірінші нанға жағып жеген кезде де дәл сондай болды. Өйткені біз оған үйренбегендіктен ол. Өйткені біз тұзды қолдың майын жегеміз, немесе дүкеннің жаңағы әбден бір тазартылған дейміз ба, енді неше пайыз емес, өңделген, дұрысында өңделген. Ол енді тек жағып жедім болды. Ал қазір керісінше ғой. Мен сол, мысалы, біреудің үйіне қонаққа барған кезде майды көрем, оның түсі аппақ болып тұрады, көрініп тұр ғой, қаймағы мүлдем жоқ. Алынып тастап барып істелінген, өңделген дүкен екен. Мен оны керісінше жей алмаймын. Себебі адам мынаған үйренеді екен, жақсыға, сосын менің организм жаңаны қабылдамайды. Себебі менің организм пайдалы нәрсені сұрап тұрады да менен. Сол себепті бұның бір осыған ауысу үшін кішкене уақыт керек. Бірақ дұрыс тамақтансам екен, асқазаныма, жалпы ағзама дұрыс май берсем екен деген ниет болса, мынаған ауысып кету қиын емес. Сосын бір қымбат жағын іздеудің де қажет жоқ та. Топленканың ол литрі 2700-3000 теңге, ол нормально. Ол дәл солай шедеврді алып жатыр ғой деген сияқты да. Шын ғой былай. Бірақ мынаған ол сүйсініп жейсің кейін. Мен бәрін пісіріп тексердім ғой. Уайымдамайсың сосын. Мен мысалы өзім балаларым үшін де уайымдамаймын. Мен бұрындары жұмыртқа қуырған кезде майлы болып кетті ме деп уайымдайтынмын. Сосын сыдырып тұратын ғой, жұмыртқаның өзін сыдырып майына ағызып та. Ал қазір оның топленкада істелінген білгендіктен мен қорықпай беремін. Өйткені балаға да күнде қайнатылған жұмыртқа бере алмайсыз. Бала жалығады. Бала мен ананы жегім келеді, нан жегім келеді дейді деген сияқты. Сол себепті бір күні қуырып бересің, бір күні брокколимен араластырып бересің, бір күні бір омлет сияқты қылып бересің, бір күні қайнатып бересің деген сияқты. Жаңағыдай таңдауына қарай. Сосын баланы да қызықтыру керек та. Таңдап жеші деген сияқты ше. Мысалы сосын свекланы жегізе алмайды көп жағдайда ше. Сол себепті жаңағыдай оның сығындысын қосып жіберіп деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір құрамын бір-бірімен біріктіруге болады да. Сонда мысалы қызыл түсті оладьи жасасаң, оны балаң жеп қояды қызық көріп. Оның жасыл түсті шпинатпен жаңағыдай деген сияқты. Оны қызық көріп жейді екен шынымен. Ал біз оны түбегейлі шөптің өзін әкеп қоймыш, бала жемейді, ол ақымақ емес сөйткені деген сияқты да. Осы жерде ана ретінде сәл бір қиялымызды іске қосып, осыны бір енді қазір интернетте бәрі бар ғой, құдай ау, тек бір дайындауға уақыт қой, сол жаңа сіз айтқандай, бір ерте тұрасаңызшы, бір сағат ерте деген сияқты, сәл сөйтсек. Енді бізде балабақшаларға балалар күнде баратын болғандықтан таңертең бәріміз үйден шынымен де жұмысқа асығамыз. Алматының пробкасы бар деген сияқты. Бірақ сенбі жексенбі біздің үйде ол кәдімгідей
үйдің тамағына арналады да. Дәстүрлі. Иә, ол кәдімгідей біз таңғы асқа 2 күнде де бізде кәдімгідей күшті дайындықпен болады. Бірақ енді осы бір печенье деген нәрсені бір азайтуды қазір енді қатты қолға алып жатырмын. Өйткені ол бізде жаңағыдай тоже бір үрдіске кіріп кеткен екен да. Енді осы нәрсені бүгін енді мен тереңірек түсініп отырмын. Енді сөзіңізді аузыңызға жалғастырып кетейін. Жаңа печенье дегенді мен де өзімнің парақшамда ылғи айтып отырамын. Бізде жалқау аналар көп қой. Жаңа дәрімендерін жазасын, лечение жазасын да, осының өзі ауыр ғой миыма деп тұрады да. Ал жаңағы дәріні іздеп, пока оны берем дегенше уже ана адамның желаниясы қашып кетеді. Сосын жаңағы печенье тоже сіз сияқты жаңағы себептермен келеді. Мен айтамын, қарапайым бір банан, сосын кунжут аласыз, жұмыртқа қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады, барлығын араластырып, жаңағыдай пергамент қағазында, фольгада емес, пергамент қағазында пісіріп аласыз. Ары көп те уақыт кетпейді, 5-6 минутта уже печенье. Мысалы сол печенье сатылады да, бірақ сіз оны қолдан жасап берсеңіз, балаңыз 3 штук жейма, уже қайтып печенье демейді. Неге? Өйткені қазіргі печеньенің құрамында пальма майы бар, қант бар, трансмайлар бар. Трансмайлар бар, иә. Пальма май ол трансмай ғой. Трансмай ағзадан тікелей осылай кальцийіміз бар, минералымыз бар, барлығын дәретпен ол сіңбейді вообще организмде, тұрады. Сөйтеді да сіздің минералдарыңыз өзімен бірге қосады да сыртқа алып кетеді. Сөйтіп баламызда неге қазір тісі қарайып жатыр, не үшін балаларымыздың тісі әлсіз, сүйектері әлсіз дейді да. Ол өйткені минералдың барлығын печеньемен, газды сумен алып кетіп жатыр. И қарапайым осы рецепт жасап көріңіздер, жаңағыдай. Кунжут ол бізде кальцийдің көзі, банан калийдің, жаңағы бізге қуаныш гормонын сыйлайтын дофамин ғой. Бірақ сол екеуін араластырып тез жасалып қоятын печенье. Мен өзімде балаларым балабақшадан келетін уақытта на старте отырамын, жаңағыдай қарны ашып, бәрібір үйдің тамағын іздеп сөйтіп келеді ғой бір. Сол кезде кішкене перекус сияқты. Бірақ сіз айтып жатқаныңыз өте дұрыс. Столдың үстінде печенье тұрса, перекус жасалына береді. Бәрінің үйінде мен осы байқағаным, сосын біздің балабақшада да берілетін нәрсе, жалпы барлығының үйінде ол меніме де бар. Шөді мойындап айта берейік та. Алма печеньесі ғой. Сол. Алма печеньесі. Еще оны өзінше диетический деп қоятын аналар бар ғой. Негізі диетический емес, составын оқитын болса. Иә, оның просто тәтті емес қой. Сол үшін айтады да енді. Әйтеуір сонымен бір дұрыс нәрсе беріп жатқан сияқты бір өз-өзіңді успокоить етесің ғой енді. Машалла. Енді мынандай бізде ата-аналар бар да, баланы жаңа садиктен алып қайтады, немесе мектептен алып қайтқан кезде бала міндетті түрде магазинге кіреді, ата-анасын заставить етіп кіргізеді. Сол кезде обязательно енді аналары жеме мынандай дегенмен де осы жерде әкелері, иә, балаға слабый ғой, бәрібір баласы оғандықтан. Адвокаттар сол кісілер ғой. Иә, сол кезде жаңағы обязательно бір газовый су, немесе жаңағы фьюз чай, макси чай өте тәтті да, ана құрамын бәрі өз составын оқитын болсақ, мүлдем ол жерде бір балаға керекті нәрсе жоқ та. Одан да мен айтамын, просто так ақсу алып бере салыңыз, просто хотя бы жүрегін жалғау үшін. Осы тұста агуша да кіреді, кішкентай балаларға, иә, агушаны алып тоже бере салады. Осы нәрселерді қалай шектесек болады? Сұрақ. Және де сізге Нұргүл ханым сізге айтқым келеді, оның қандай зияндығы бар? Агушаны айтсаңыз, тәтті сусындарды айтып жіберсеңіз. Иә, осыған қосқанда енді үлкен балаларды айтасыз ғой сіз. Осы дұрыс тамақтану деген жалпы дұрыс тамақтану емес, баланы тамақтандыру сол жаңа агушалардың сыртында 3 айдан бастап деп тұрады. Иә. Ал мен енді маркетинг қой енді ол, иә. Ал мен енді оны ата-ана емізіп жүреді, болмаса дұрыс сүт шықпай жатады, болмаса бір жаққа кету керек кезде негізі ана маркетинг сізге ұнап тұрады да. Иә, болады ғой уже. Иә, болады ғой деген сияқты. Өйткені ананы бір оқып алдың ғой, әйтеуір көзің шалып өтті деген сияқты. Ал енді осыны негізі дұрысы қай айдан бастап соны айтыңызшы. Негізі дұрысы прикормды жалпы бастау, ең дұрысы баланың дайындығына қарау. Негізі бала толық 5,5-6 айда дайын болады прикормға. Ол маркетингті жаза береді 3 айдан, негізі көбіне 4 айдан деп жазылады. Сокта да, периоде 4 айдан. Негізі ол маркетингтің жаңағы программасы болғандықтан, негізі бала 4 айда дайын болмайды. 4 айда енді ол коликидан ажырап, жаңа мамасы зубики басталып жататын кезде, жақсарып, зубики басталатын уақыт. Әр баланың ерекшелігіне де тоже мән беру керек, әр бала ерекше дамиды өзінше. Бірақ 5,5 айдан бастап баланы бүйтіп көтеріп ұстап жүрсеңіз,
ұмтылады жаңағыдай Ұмтылады. су ішіп жатсаң Психологически, суыңа да, жабысады, бір нәрсені жерден тауып алса аузына апарады бірден, и кішкене бүйтіп жаңағыдай отырайын дейді да құлап қалады, отырайын деп құлап қалып осылай өзінің дайындығын білдіреді. Осы тұста ең бастысы неден бастасақ болады деген сұрақ, иә, аналарда. Иә, прикормды ең бірінші бастау керек, қайтадан майға келеміз. Майдан және де белоктан бастау керек. Сосын кішкене олдан қорқақтап жатсаңыз, көкөністерден бастау керек. Жасыл түсті. Брокколи деп жатырық жаңа, иә? Брокколидің да өзінің түрі болады. Егер де жаңағыдай брокколиді сіздер сатып алған кезде, көбіне қыс уақытында, прикорм уақытыңыз соған кеп қалса, кішкене байқайсыздар, Ташкенттікін алған жақсы. Ол брокколидің ерекшелігі бүдірлері әр түрлі болады. Бір тегіс болмау керек. Бір тегіс брокколи ол китайский деген сөз. Оның составы жақсы. Тоже лайфхак сіздер. Ол брокколи, не үшін брокколи дейсіздер? Брокколидің пайдасы өте көп. Онкологиялық аурулар, ісіктер болсын, я женский жаққа өте пайдасы. Сүт безі, жатырға өте пайдалы. Әйел адамдар күнде соны жеу керек деп айтар едім да. Оның құрамындағы керемет зат жаңағы ісік аурулармен де күреседі. Одан кейін баланың прикормын содан бассақ, ішек жаңағыдай жақсы жұмыс жасай бастайды. Кәдімгідей сол брокколиңізді суға пісіріп аласыз, жаңағыдай пешке пісірсеңіз де болады. Өте мұқият болу керек та, балаға арнау керек уақытыңызды. Сізге 3 жыл уақыт берді ғой, жаңағы декретте отырыңыз, осы балаңызды қараңыз, тілі шығарып жүріп кеткенше сізге уақыт беріп тұр да. Аналар кішкене сабыр сақтап, соны хотя 1 жасқа дейін мұқият қараса екен деймін, тамағына. Өйткені осы кезде база басталады да. 1 жасқа дейін не істедіңіз, ертең соны орасыз. 1 жасқа дейінгі еңбегім зая кетті демеңіз. Сол уақытты сіз жақсы өткіздіңіз ба, ертең сіз логопед, дефектолог, басқа маманды іздемейсіз. Прикормнан басталады бүкіл нәрсе. Прикорм жаңағы қайтып кетейін, май және де белок деп айттық, кәдімгідей бөдененің арнайылап етін алыңыз, пісіріңіз, жаңағыдай шаш етіп былай қойып қойыңыз. Бірінші күнге 1 брокколиіңіз жетеді. Соны бөліктерге бөліп, бала ұстайтындай етіп алдына қойыңыз. Бір түрлі ғана емес, түрлендіру. Оны мысық, тышқан жасап қойдың қажет жоқ. Бала оған қарамайды. Просто сапалы піскен болу керек. Оның піскеніне сенімді болу керек. Және де ананың көңілінде үлкен сабырлық болу керек. Барлық ананың қорқатынын не үшін жаңағы сіз айтып жатқан агушаға келеді, ол қақалып қалады, ол жей алмайды, әлі тісі жоқ деп ойлайды. Балаңыздың 2 тісі или мүлде тісі болмаса да бала шайнай алады. Шайнау қай кезде қалыптасады? Иегі арқылы. Иегіне күнде тамақ тісі биткен сайын оның жағы дамиды. Сізді еміп жағы өсіп бір дамыса, иегін шайнау арқылы ода шайнау рефлекс қалыптасады. Дәм сезу рецепторы қалыптасады. Біздің тіліміздің оң жағы, сол жағы алды. Әр қайсының өзінің функциясы бар. Оң жағы мен сол жағы шеті. Ол ащыны, қышқыл нәрселерді сезеді, тілдің ұшы тәттіні сезеді. И прикормда сіздер еш уақытта ойламаңыздар, мына чотта мынаның тұзы аз екен ғой, тұз сеуіп жіберейін. Мынаған кішкене су чота қалай ішеді, бұл шай қылып ішейін, қант қосып жіберейін деген нәрсені мүлде ұмытыңыздар. Балаларға 3 жасқа дейін қант та тұз да болмайды. Мүлде болмайды. Қант, тұз дегенді ол білмейді бала. Қантты, тұзды, дәмді білмейді ол бала. Осы дәмді білдіретін ол біздің анамыз, ана. 5,5 ай мен 6 айдан, яғни 1 жасқа дейін брокколи беріңіз, кабачки беріңіз, ет беріңіз, жұмыртқа беріңіз, әр дәммен күнде танысады да, ол оның қалыпты дүниесіне айналады. Мысалы, гхимайын айтып жатқанымыздай, күнде бала әр дәмді жеп, ол дәммен танысады. Прикорм ол қарнын баланың үлкен етіп, тойдырып, алпамыс ету емес, дәмдермен таныстыру. Сіздің сүтіңіз балаға негізі жетеді. Баланың 1 жас, 2 жасқа дейін қандай белок алу керек, қандай минералдар алу керек, ананың сүтінде уже бар. Ол балаға арнап сүт құнарлы етіп, қыз балаға арнап құнарлығы аздау етіп, уже Алла тағала жаратып қойған. Ол негізгі тамағы, ол емізіп жүрсеңіз сүт, қосымша ол прикорм деп аталады. Ал егерде сіздер о бастан емізбей жаңағыдай питанияға ауысқан, смеске ауысқан болсаңыздар, смес және де прикорм қосымша дәммен таныстыру. Сосын жаңағыдай прикормды бастап жатқан кезде міндетті түрде балаларыңыздың қарны тою керек.
қазір еміп алды, қарны тоқ, көңілі жақсы, уже ойнауға келген кезде 30-35 минут, ары кетсе 45 минут, уже сол кезде дәммен танысуға баланың құлшынысы болады. Өйткені қарны тоқ, бір нәрсені уже зерттегісі келеді, сол кезде алдындағы тамақты береді. Ал кейбір аналар жаңағыдай аш отырғызып алып, давай мынаны же деп отырған, ол өтпейді да. Сондықтан да аналар сабырлы болыңыздар. Бала алып, аузымен танысады, ол бірден алып мына жаққа кетпейді. Деп аузына өз алып келеді. Бала өз алып келеді, сол рецептор қалыптасады. Ол балада 6 айға дейін деп тек сору болса, уже тамақтарынан алдыға лоқсу арқылы тамақты өз алдына келеді, қайтадан бит шайнап кетеді. Просто сіз қарап, ай деп кейбір аналар бар да, жаңағыдай паниковать етеді, арқасынан бір ұржет, болды, ана екінші аузына бір нәрсе алмайтындай шошытып қояды баланы. Олай жасамау керек, иә. Басында енді сұрақ болуы мүмкін, жаңа бала әлі отыра алмайды ғой деп. Отыра алмаса, кішкене жаңағыдай жатыңғы положениеде солай бастай беріңіз. Сосын брокколи жасыл түсте, қазір құлпынай жеміс жидектер жазғы уақытта күшті шыққан кезде онда тілімдеп алдына қойыңыз. Түрлі түсті түс болған кезде бала бәрінің дәмінен алып көреді. Солай жасау керек. Сол үшін жаңағы мен айтпай кеттім, прикорында пюреден бастамаңыздар. 4 ай деген маркетингке ілінбеңіздер, 5,5-6 айда басталынады. Онда да ол пюренің зияны, қазір сіздер логопед, дефектолог, тілі шықпай жатыр, тісі қарайып жатыр дегенге барып жатсыздар. Неге? Ол бізді оксидативный стресс дейміз ғой қазір. Ағзаның қышқылдануы. Оны жейміз, оны дайындайды, жаңағы заводта дайындайды да, оның ашып кетпеу үшін неше түрлі эмульгаторлар, қосымша қоспалар қосады да, сіз сапалы брокколидан деп беруіңіз мүмкін, бірақ оның ішінде неше түрлі қоспа бар, что ол ашып кетпеу үшін, ол холодильникте тұрмайды, байқасаңыздар. Кәдімгі супермаркеттің бір жерінде тұрады. Оны пайдалы ғой деп бересіздер. Гербер жақсырақ агушаға қарағанда, фрутоняняға қарағанда қымбатырақ дейсіздер. Бірақ бәрібірде ол өте мүшкіл бір тамақ жасай алмаймын-ау деген кезде ғана болмаса, негізі мүлде оны беруге мен қарсымын. Үй жағдайында өзіңіз брокколиді өте ұсақтап, қолдан пюре етіп жасап қойсаңыз да болады. Ақыры қатты қорқатын, уайымдайтын ана болсаңыз, негізінде кәдімгідей тірі етіп берсеңіздер, балада алақанды қармап ұстау бірінші рефлексі дамиды бала. Моторикасы, иә. Бірінші қармап алақанмен ұстайды, кейін 8-9 айында уже пинцеттік қармап ұстауы болады. Уже ол кезде битіп ұстайды. Бүкіл нәрсе, кішкентай нәрсені қайдан тауып алады дейсіз. Уже солай әрбір денесі Алла өзі солай ерекше етіп жасатып қойған. Әрбір айында өз бала солай ерекшеленді. Сондықтан да шашылды. Сосын екінші мәселе. Шашады ғой, үстінің бәрін былғайды. Пусть былғасын, зато бала дамыды. Зато баланың барлық мынау саусақ алақандағы әрбір саусақ нүктелерін барлығы қосады, аузына апарады, жұмылады. Осы арқылы баланың миы дамиды. Сіз қазір мына жерді тазалауды ойлап отырсыз ғой. Сіз көрдіңіз, біраз нәрсе моторикаға уже информация бердіңіз. Миға, яғни ядроға сигнал келеді, что бала уже мына жерде мына нәрсенің дәмін көрді. Тоже осы жерде де мидың ядросы гипоталамусқа бірден барады, моторлық даму бойынша, иә. Енді осы жерде жаңа сіз айтып қалдыңыз, емізу бойынша. Қазір көп аналар, иә, енді жұмыс жасайды, түсінеміз, енді біреудің жағдайы жоқ, енді әр кімнің әр отбасында әртүрлі тағдыр бар. Бірақ осы тұста негізі емізу бойынша аналар смесь береді балаларына, емізуден мүлдем алып тастайды. Осы тұста мен бірінші Маржан ханымнан сұрағым келіп тұр. Сіз жалпы балаларыңызды өзіңіз еміздіңіз бе, әлде смеске жүгінгенсіз ба? Жоқ, мен өзім еміздім. Енді Алланың қалауымен кейде бір адамдар айтып жатады ғой, сүт шықпай қалды бір нәрсе деген сияқты. Бірақ енді ондай нәрсе болмапты. Ең бір басында бір сондай қиындықтар болды. Бірінші балада әлі дайын емес, ана ретінде білмейсің. Барлық анада. Иә, өйткені сүт дұрыс шықпай, жаңағы өзің басқа денсаулығың басқа жермен алысып жатсың деген кезде, ана бала аш қалды ғой деп смес берген кезіміз болды. Сосын бірақ мен балам 3 айға келген кезде мен өз-өзіме сөз бердім, мен бұдан кейін точно смес бермеймін, мен өзім еміземін деген. Өйткені ол табиғидың аты, табиғи. Өйткені ананы 3 сағат сайын беру керек та. Ол одан күрделі жұмыс екен ғой, сөйтсем смес берген деген. 3 сағат сайын. Өйткені түнде де ол оянғанда уже сен ананы басыңа термос әкеп қойың керек, оған қайнаған су керек, температурасын сақтап тұру керек, оны араластырасың, саласында оны ол жаңағыдай қатпар болып қалмау керек деген сияқты, оның жұмысы одан көп екен ғой. Сосын қой деп табиғи жолға не жетсін. Ауа кетіп қалмау керек деген. Иә, ол бар. Сосын жаңағыдай одан кейін оның көлікейде де бір нелері болды, ішін кептіріп жіберіп бір нәрсе деген сияқты. Содан 3 айынан бастап мен
жоқ мүлдем деп өзімнің негізі адамның миына да байланысты екен ананың қалауына. қалауына. Мысалға мен оны бермеймін деген сәттен бастап сүтім де жақсы болып кетті, өзім де ешқандай проблема бар жойылып кетті. Біз ана басқа жолдарын іздейді екенбіз да. Сосын балам да іздемей қойды, ол смесь бер деп те ол жылаған жоқ, ол емді табиғи сүтпен ары қарай кетті. Ал екінші баламда сместі біз мүлдем пайдаланған жоқпыз. Бірден сол жаңағы табиғи ем үзумен деген сияқты. Иә, ананың сүтін ему әрбір ана өзінің баласын емізу ол парыз Алланың алдында да. Себебі Құран кәрімде де баланы дүниеге алып келгеннен кейін міндетті түрде 2 жасқа дейін емізу керек. Сіз бекерге босқа уақытыңызды өткізіп, оны дайындап, жаңа Маржан ханым айтқандай, уақытты өтіргенше дайын сүт, Алла тағаланың берген сүтін балаға емізу арқылы оның иммунитетін қалыптастыруға және де баланың оның эмоционалды психикасына әсер етуге, баланың басқа қоршаған ортаға жақсы бейімделуіне, барлығына ең бірінші ананың сүті әсер етеді. Сондықтан да 2 жасқа дейін баланы емізу керек. Және де біздің дәрігер Анар ханым айтқандай, міндетті түрде прикормды, жаңағы міндетті емес, алдына алып кеп қойып, оның бәрін жегізу. Көбісі солай ойлайды бізде аналар. Тойдыру керек, ол жеу керек. Жаңа шашылғанын ойлайды. Алдына түскен бәрін мен қалай жинаймын? Стресс аналарға. Соның барлығына шыдап беру, құрметті аналар, ол біздің міндетіміз. Сондықтан да бүгін айтылған барлық кеңестерді өздеріңізге қолданып, шыдамдылық танытып, сабырлық танытып, балаларыңыздың денсаулығын қазірден бастап ойлайтын болсаңыздар, міне дені сау бала біздің болашағымыз болар еді, иншалла, Алла қаласа. Ал тобықтай түйінімізді түйіндеп, біз сөз соңында не айтар едіңіз қатысты? Жаңағы именно агуша тәтті нәрсені балаға берген кезде қандай последствиялар болады? Сол жайында бір айта кетсеңіз. Жаңағыдай табиғи деп жатырмыз ғой. Табиғи нәрседен гөрі дайын нәрсе берген кезде, жаңағы мен айттым, баланың бірінші тісі құртылып бастайды. Тісі қараю, тіс қараюына бірден бір кедергі болып жатқан нәрсе осы жаңағы дайын пюрелер. Одан кейін баланың шайнауы дұрыс қалыптаспайды. Бала как робот сияқты, мамасы отырады, аузына береді, жұтады. Ол шайнамайды. Шайнау деген қалыптаспайды балада. Сосын тілі кеш шығып жатыр, бала сөйлемей жатыр дейді. Алады, жұтады, болды. Оның қолы жаңа біз моторикасы дамиды, миы дамиды деп жаттық қой. Ол алады, өзіне бір жұмыс деп. Ол жерде ондай нәрсе жоқ, просто отырасың, и ол жерде асқазан ішек жолында да ол сіңірілу жақсы болмайды. Өйткені ол жаңағыдай мамасы қасықпен аузына отырғызып бере бергендіктен шайнамайды, бірден жұта береді. И кейін де ода шайнау рефлекстері дұрыс қалыптаспайды. Одан кейін оның құрамындағы заттар балаға тікелей әсер етеді. Қанына түсіп, қандағы қант деңгейі көтерілуі мүмкін, химиялық заттар болуы мүмкін, бала жақсы масса жинамауы мүмкін деген сияқты. Оның құрамында өйткені белок жоқ, пайдалы май жоқ, тек қана көмір судан байқасаңыздар, тек көкөніс и жеміс пюресі, ет пюресі өте сирек, бірақ оны көп анадан алғанын көрген емес. Мысалы үндіктен, оның үстіне қымбат, и бергенге де кішкене қорқыныштылау. Мысалы ол тұрып қалған сияқты ма, ауыр болады. И етті беремсек бірден шок ұстайды, етті уже беруге бола ма деп. Негізі барынша қолдан жасап беруге тырысыңыздар. Осы жерде аналарға бір шыдамдылық туралы айта кетсеңіз, неге шыдамды болу керек? Ондай жасайтын қазір бізде аналарымыз жоқтың қасы ғой, негізі сөздің шыны керек та. Оны жасып, қазір бізде көбісі жұмысқа қатты мән беріп кеткеннен кейін баласының именно анау жаңағы неге бізде қазір мынандай нелер көп қой, аналар, балалар көп та. Агуша жейді, иммунитеті слабый, бұлшық еті өте төмен, сүйектердің бәрі дұрыс қалыпты емес, тез ауырады. И одан кейін ауырдым деп антибиотик ала береді барлығы. Қазір негізі мынандай біз экологиялық заманда тіршілік жасап жүрген біз өте мықты адамдармыз негізінде. Өйткені сапалы нәрсені іздеп тауып жеуіміз керек та қазір. Анау зиян, мынау зиян ғой деген ол бір бәрін қорқыту емес, үркіту емес, керісінше сапалысын алып жеңіз, мынаны жеңіз деп мысалы күнде айтып отырамын. Осы уақытқа шейін таңғы астың пайдалығын әлі айтып, әйтеуір оқырмандарға енді жетіп жатыр да, әрі де айтудан шаршамаймыз. Осы жерде айтатын нәрсе, анаға үлкен сабырлық керек. Өзіміздің анамыз айтатындығын мен әлі есімде, енді 3 баланың анасы болсам да, мамам айтады. Жаңа сіз айтып жатқандай емізетін кезде дейді,
ол сепочка деген, білесіз ғой, туған кездегі сепочка деген нәрсе действительно бар. Балаңыздың іші желденіп, кішкене мазасызданып жатса, кәдімгідей кеудеңізді жалаңаштап, баланың да ішін жалаңаштап, кеудеңізге былай ішіңізге жағып қоясыз. И бар мейіріміңізді бөліп, баланы емізесіз. Басқа еш нәрсе ойламау керексіз да. И бұрынғы апалар былай жасаған екен, баланы еш уақытта аш емізбеуім керек деп, аузына құрт салып, немесе бүйтіп шашының ұсысын салып отырады екен. Жаңағыдай аузында бір нәрсе тұрғаннан кейін ана сөл бөлінеді деген сияқты. Сондай жаңағыдай мейірімі, фокусының барлығы баласында болғаннан кейін, біз сондай балалар туылдық деп ойлаймын. Жаңағыдай қоғамды ойлайтын, мықты, сондай бір өмірге құштар деп. Қазіргі балаларда депрессия көп. Туылмай жатып стресс, анау стресс болады, мынау стресс болады деп шли баламызды қатты қорғаштап жіберген сияқтымыз. Өбектеп жіберген сияқтымыз. Сондықтан да жаңағыдай баланы емізетін кезде барынша фокусыңызды қойып, барынша емізуге тырысыңыз да. Сіздің фигураңыз бұзылса бұзылып кетсін, бірақ сіз қоғамға ұрпақ жалғастыратын адам қалдырып жатсыз да. Аманат қой енді. Аманат ол. И жаңағыдай сондай нәрсеге келу үшін анадағы үлкен сабырлық, жігер, сіздің осы үмітіңіз ертең ақталады. 1 жыл хотя бы шыдап беріңіз, прикормына да, барлық нәрсесіне. Ол үшін ана дефицитте болмау керек. Сабырлы болыңыз дейміз, бірақ ода магний жоқ, анемия, шашы түсіп жүр, өзі дефицитная мама болса, қалған жабесі бұзылып кеткен, мысалы да. Ол оған сабырды туралы айту өте қиынырақ. Сондықтан да бірінші ана өзінен бастау керек. Өзінің жарасына қалай мен бәрін үлгерем деп жауапкершілік көп алатын аналар бар, өте галочка үшін өмір сүретін аналар бар, пофигист мамалар бар деген сияқты. Әрбір ананың өзінің мінез құлқына байланысты, бірақ осы жерде баланы аманатым, жауапкершілігім деп қарайтын әрбір ана осыны өзіне түртіп алады. Ата-ана деге. Өйткені бұл жерде тек қана әкенің маңызы өте рөлін зор атқарады. Дұрыс айтасың. Күнде мысалы әйеліне кешке жұмыстан шаршап келдім демей көңіл бөліп жақсы сөйлесе, в общем, ол да доп сияқты ғой. Сіз допты әйеліңізге бересіз, әйеліңіз баласына мейірім береді деген сияқты. Жолдасыңыздың қалай күтіп баптайтын әйелдің өзіне байланысты дегендей, сол ата-ананың негізгі міндеті жақсы ұрпақ қалдыру, дені сау ұрпақ қалдыру деп айтар едім. Нәрсе сұрайыншы. Менің үйімде блендер жоқ. Дұрыс па жалпы? Мен соны әдейі алмаймын ше негізі. Не үшін алмайсыз? Өйткені мен бір педиатрдан жалпы сол блендердің дұрыс емес екендігін естіген кезде маған сол ұнап қалды. Сосын бірақ жаңағыдай өзім турап, майдалап турап беретін болдым деген сияқты да. Өйткені сол жаңағы шайнау рефлексі дұрыс дамай қалады дегеннен кейін. Өйткені блендер жаңа пюре қылып шығарады ғой, былай айтқанда. И сосын мен салыстырмалы түрде қарадым да, менімен бірге босанған басқа да құрбыларым болады, басқа туысым болады деген сияқты. Сол блендерін айландырып жүріп бере салады да. И сосын мысалға мен өзімнің бір қатып қалған бір ұстанымдарым бар енді. Андай мүлдем мен соска сатып алмаймын, оған ақшамды құртпаймын. Дұрыс. Мүлдем бутылка алмаймын сосын. Мен балама кішкентайынан сол кесемен ішіп үйреткіземін. Әлі күнге кесемен ішеді суды. Сосын жаңағыдай соска деген мүлдем бермейміз, білмей кетті. Екі балам да білмей кетті ғой, шыны керек. Бутылка, бұлар маған былай айтқанда артық шығын. Біріншіден, екіншіден менің балама пайдалы нәрсе емес деп білемін да. Сосын жаңа блендер. Енді мен бірақ көп айтып жатады да, мен жаңа блендер алсайшы деп енді үйге келіп кеткен адамда байқайды ғой, бала кішкентай кезде. Мен қатырып екі баламды өсірдім, былай айтқанда. Енді бірақ ойлаймын да, енді кейде енді ол да бір көмек береді ғой негізінде, бірақ десе де жаңағыдай мен мысалы етті пісірсем де, тауық еті болсын басқа майдалап тураймын да. Сосын кішкене сорпаға жіберсең, анау суланады да, әйтеуір пюре сияқты болады енді былай айтқанда. Бірақ шынымен де сол кезде бала шайнайды екен. Өйткені мен осы екінші баламда байқадым ғой, сол басында шайнамай жүрген кезде менде уже қорқыныш пайда болды. Мен бір нәрсені дұрыс істемедім деген сияқты. Жұта береді. Сосын жаңа пюре жесең шынымен де тек бала қараймын, жұтады, жаңағыдай сосын шашалады. Өйткені ол шайнамайды. Кейін мен кәдімгі айтатын болдым, шайна деп жаса деп өстіп өзін көрсету керек екенсің ғой, сөйтсе. Кәдімгідей айнасыз ғой, сіз шайнауды үйрету үшін мамасы қарама-қарсы отырып осылай прям. Өйткені мен бірінші баламда проблема болмаған, ол өзі бірден шайнап үйреніп кетті ма, білмеймін, мен қайтып үйреткенім есімде жоқ. Бірақ екінші баламда осы нәрсемен сталкиваться етемін ғой. Өйткені әр бала әртүрлі екен да, дамуы әртүрлі деген сияқты. Ол шайнамайды, жаңағыдай жұта береді.
содан түсіндім. Сосын жаңағы шайна, Арафат шайна, былай істе деп өзім деп жаңағы дауысын шығарып білдіріп, аузымды ашып көрсетіп, оған да кән аузыңды аш деп осылай отырып, сосын ол шайнау үйренді ғой. Содан кейін сосын тағы ары қарай енді точно алмаймын блендер. Сонда сіз бір 2-3 мәрте қиналып балаңызға үйреттіңіз, ол бала үйреніп алды, и қазір соны жасайды. Үйренді, үйренеді екен. Бірақ жаңағыдай көрсету керек болады екен, былай айтқанда ше. Өйткені бала енді ол да бір жаратылыс, бірақ оған біреу үйретпесе, оның ұстазы болмаса қиын ғой, ол бәрін біліп тумайды ғой. Ол бірақ біліп туатын бір нәрсе, ол ему екен ғой, түсінген. Оған енді оны үйреткен жоқпыз ғой. Сол рефлексті ғана жалпы бала дүниеге келгенде алып келеді екен өзімен бірге. Енді Алланың берген шеберлігі ғой. Бірақ әрі қарайғы нәрсені біз үйретуіміз керек. Ата-анасы ұстазы болады дейді ғой, баланың алғашқы. Жаңағы сөйлеуде ғой. Анасы отырып онымен сөйлеспесе, мама деген кезде бала маманың түріне әдемі боянып алыпты бүгін деп қарамайды екен, маманың аузына қарайды екен да. Мама деген қалай дыбысталады, соны қайталайды екен. Содан үйреніп кетеді бала. Мама, папа деген сияқты. И эмоция беріп үйрену керек балаға. Ол бірден мамамның көңіл күйі жақсы жаман дегенді ол сөзінен емес, эмоциясынан біледі. Ол бүгін мамам қуанышты, дауыс көтерсеңіз уже жылау. Неден болады? Кішкентай қайдан біледі? Эмоциямен танылады ғой. Сондықтан да жаңағы блендеріңізге айтып кететінін өте дұрыс айтып жатсыз, шайнауды қалыптастырмайтынын оны қолдаймын мен. Бірақ жаңағыдай шпинат, брокколиді үйренетін мамаларға ол керек деп айтатын едім. Өйткені шпинат деген дәмсіз шөп, шпинатты қойып қойсаңыз жемейді. Мен балаларыма өзім үйреттім, тіпті алда бір сондай нәрсе жасайын ба дегенде бір идея келеді да. Сіздің балаларыңыз көп шөп жейді, қалай үйреттіңіз дейді да. Негізі бала қасындағыны көрсе жейді ғой. Соны балалардың өңкей ортасын жинап шөп жеуді үйрететін сияқтымын деп. Жаңағы шпинатты мен де солай бастадым, бірден шөпті алып жеп кеткен жоқ. Шпинаттан жаңағыдай блинчики жасаймын, одан смузи, дәмі білінбейді ғой, жасыл түсті, иә. Одан дәм сезу рецепторлар қалыптаса бастайды, жаңағы дәм уже таныс, что-то таныс. Уже шөпті жартылай көре бастайды, уже оны жұмыртқамен шпинат қуырылған кезде көре бастайды, уже алдына тірідей шикідей тұрады. Уже мынаны аламыз, біз оны бір нәрсемен араластырып, соны бүйтіп жейміз. Мысалы жаңағыда ішіне оның ішіне ет салыңыздар, жұмыртқа салыңыздар, кішкене сөйтіп соуспен араластырып жеген кезде уже қалыптаса бастайды. Сосын салаттар деген сияқты. Сондай шпинатты жеугізу үшін, дәм сезгізу үшін бізге блендер керек болады енді. Ұсақтау үшін. Алайын ба десең. Өзімізге смузи жасап ішеміз. Мысалға сол брокколи, шпинат деген нәрсені шынымды айтайыншы, өзіміз 30-ға таяғанда танысқан шығармыз. Негізі дәмі өте сүйкімсіз нәрселер. Жасырмай-ақ қояйық, бірақ өте пайдалы да. Мысалы, неге дейді да, дәмсіз нәрселер неге пайдалы, неге біз оны жемейміз дейді да, қазір алдыңа пицца келіп тұрса, бірінші жеп қояр едім дейді да. Рас, дәмсіз нәрселердің қайыры бар болып тұр сіздің ағзаңызға. Ал жаңағы пиццалар оны жейсіз, қазір қарныңыз тойғанмен сәлден кейін қарныңыз ашады, ағзаңызға екі есе зиян. Екі есе зиян. Сосын жүресіздер, әрбір педиатрдың әрбір жаңағы балаға атопический дерматит шығады, одан неше түрлі аурулар шығады ғой. Сондықтан да міндетті түрде балаларыңыздың денсаулығын ойлап, ең бірінші балаңызды бәрібірде өсіп тәрбиелеу ол ананың міндеті. Балаңызды дұрыс тамақтандырып, оған дұрыс тәлім тәрбие беретін болсаңыз, ертең ол баладан үлкен болашақ күтуге болады. Ол балада өзінің бөлек шыққаннан кейін сол нәрсені айтады ғой, ұяда не көрсе, ұшқанда соны ілет дейді. Сол нәрсені үйде жасаған, анасының жасаған көрсе, әкесінің мейірімділігін көрсе, барлығын осын көретін болса, балада үлкен жетістік болады. Сондықтан да бүгін міне ана мен бала подкаст жобамыз өз мәресіне жетіп жатыр. Рахмет, бүгін келіп осындай керемет подкаст болды. Аналарға өте пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан да егер де аналардың қандай да бір сұрақтары болса, төменге комментарийға жазып кетіңіздер, және осы каналымызды қолдап, лайктарыңызды басып, міндетті түрде подписаться етіп қойыңыздар. Баршаңызға рахмет. Сау болыңыз. Көп рахмет.